құрметті қазылар алқасы. Номер 75-ші жалпы білім беретін орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Әбіл Жаннұр және де менің сыныптасым Карл Ағаке. Жетекшіміз Жұманғалиева Шолпан Искандеровна. Бүгінгі біздің қорғайтын жобамыздың тақырыбы қазақ кестесінің неоформаты. Зерттеу жұмысының мақсаты кестенің тігу әдісін сақтап, оны қазіргі заманға бейімдеп көрсету. Кестенің көркемдік, композициялық, эстетикалық және идеялық тұрғысында жаңашылап көрсету, яғни дәстүрлі кестені заманауи тұрғыға өзгертіп көрсету. Және де бізде жұмыстың мақсаты зерттеудің міндеттері мыналарды қамтиды: дәстүрлі қазақ ою-өрнектері жүйесін теориялық тұрғыда зерттеу, және де геометриялық пішіндерді пайдалана отырып, модульдік құрылымдарын қолдана отырып композициялық шешімдер жасау, кесте материалдары мен құрал-жабдықтарын дәстүрлі түрде пайдалану, және де көркемдік 8 техниканы қолдана отырып тәжірибелік үлгіні жасау. Және де бізде жұмыстың өзектілігіне келетін болсақ, бізде қазірде неоформат өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Яғни неоформат дегеніміз қазіргі заман талабына сай, техникалық заман талабына сай емес, яғни оны бұрынғы дәстүрмен ұштастыра отырып жаңадан неоформат шығару. Және де біз кестенің сыртына қараған уақытта оның сыртқы көрінісін ғана емес, оның ішкі яғни идеясын да қарастыруымыз қажет. Біз қазіргі таңда оюларды пайдалана отырып неоформатта шығара аламыз. Зерттеу объектісі қазақ кестесінің дәстүрлі ою-өрнек жүйесі мен оның заманауи интерпретациясы, яғни зерттеу пәні география, геометрия пішіндерін қолдану арқылы неоформаттағы кестені жасап шығару. Және де біз ең алдымен қағазға нобайын салып алатын боламыз. Яғни осындай 100-100 өлшемдегі кергішті алып, оған 5-5 сантиметрдегі төртбұрышты сызамыз. Яғни бұны кестеге матаға түсірмес бұрын ең алдымен қағазға нобайын салып алатын боламыз. Тақырып таңдауы. Негізінен тақырып мәдени мұра мен қазіргі көркемдік заманауи үлгіде байланыстыру үшін таңдалған. Яғни бұл кестеде біз ешқандай да заманауи тігін машинелерін қолданған жоқпыз, бәрін өз қолымызбен тіктік. Және де бұл неоформаттың басты талабы. Және де біз түстерді үйлестіруді де қамтамасыз еткен болатынбыз. Яғни бізде дәстүрлі қызыл, қара түстердің орнына көбінесе шаңқай ақ, және де ашық сұра, және де бейтарап жасыл секілді түстерді пайдаландық. Бұл түстерді пайдалануымыздың себебі бір көрген көрерменге эстетикалық ой қалдыру үшін. Өрнектердің таңдау және композиция құрау. Яғни біз бұл жерде өрнектер үш түрге бөлінеді: геометриялық оюлар, және де зооморфты элементтер, және де өсімдіктер өрнектері. Біз осы үш геометриялық пішіндерден шеңбер, төртбұрыш, үшбұрыш және де ромб пішіндерін қолданған болатынбыз. Бұл пішіндер кестеге тепе-теңдік пен қозғалыс беруге көмектеседі. Және де бұл біздің нәтижемізде осындай геометриялық пішіндерді пайдалануға арнайы туындар шыққан болатын. Тігіс техникасы негізінен ең біріншіден төртбұрышты осындай пішін сызып аламыз. Ол пішінде екі жағынан қиғаш айқас тігістер тігеміз. Және де осы сызған төртбұрышына қиғаш айқас тігістермен тігетін боламыз. Нәтижесінде осындай кесте дайын болады. Және де біз өзіміздің ұсынысымызды айтатын болсақ, қазіргі көптеген
геометриялық пішіндерді пайдалана отырып неоформатқа өзгертіп осындай әдемі туынды шығарған болатынбыз. Және де оны оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін қолданысқа шығаруға болады. Және де оны көрермендерге, яғни көрмелерге шығарып, оны халыққа жаңа қырынан танытуға болады. Яғни кестенің жаңа түрін неоформатта ұсынуға болады. Қорытындылай келе, зерттеу барысында қазақ кестесінің дәстүрлі ою-өрнек жүйесі жан-жақты қарастырылды. Оның және де бұл заманауи тұрғыда жасаған кестеміз. Геометриялық пішіндер қолдану дәстүрі кесте техникасын жаңартады. Нәтижесінде бізде осындай кесте дайын болады. Және де біздің осы презентациямыздың қалай жасалғанын көргілеріңіз келсе, осы сілтеменің астында. шатасып